Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұп-жұқа болып бір жасағаннан керемет болып шығатын құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Құймақтардың бір тегіс жұп-жұқа болып шығуының бірден-бір себебі ол құрамына қосылатын ингредиенттердің барлығы бөлме температурада болуы. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керек заттар: сүт, ұн, қант, жұмыртқа, сұйық май және тұз қажет болады. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқаны салып, үстіне жылы бөлме температурасындағы сүтті құямыз. Маған құймақ көп мөлшерде қажет болғандықтан мен 1 литр сүтке жасайтын боламын. Осы массамызға 4 ас қасық қант саламыз. Егер тәтті болғанын қаласаңыз, тағы қоссаңыз болады. Тұз салып, бәрін жақсылап миксерлейтін боламыз. Мен